Іштің шығуы әйелдердегі ең басты проблема болып табылады. Оны жоятын жолдың сан түрін іздейді. Жалпы іштің шығуына не себеп болады? Баршаңызға сәлем. 1001 кеңес арнасында іштің шығуының себептері туралы пайдалы кеңеспен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Іштің шығуына іштің бұлшық етінің әлсіздігі, зат алмасудың нашарлығы, жүріс-тұрыстың аздығы, дұрыс тамақтанбау, жас қосу, стресс, ұйқының бұзылуы себеп болады. Жалпы қарын май жиналатын орын емес. Оның жиналуына бұлшық етінің әлсіздігі, физикалық салмақтың жеткіліксіздігінен ішкі ағзалар төмен түседі. Салдарынан тері созылып, нәтижесінде қарын үлкейеді. Қарынның шығуы асқазан мен ішек жұмысына да кері әсерін тигізеді. Сондықтан бұл келеңсіз жағдаймен күресудің амалын қарастырып көрейік. Бұндай жағдайда не істеу керек? Ең бірінші, физикалық салмақты көбірек салу керек. Ішке пресс жасау керек. Баяу жүгіру және жаяу жүру. Сондай-ақ зат алмасудың нашарлауы да себеп болады. Зат алмасу жүйесі эндокриндік және жүйке жүйесінің жұмысына жауапты. Одан бөлек мидың жұмыс істеуіне септігін тигізеді. Егер сіздегі қалқанша безде немесе жүйкеңізде қандай да бір өзгеріс болса, онда дұрыс тамақтанғаныңыз да, диета ұстағаныңыз да, тіпті жаттығу жасағаныңыз да көмектесе алмайды. Аталған ағзаны емдемейінше ішіңіздің кішіремейтініне сенімді болыңыз. Бұндай жағдайда не істеу керек? Егер қалқанша без ауруынан күмәніңіз болса, онда уақыт созбай эндокринолог дәрігердің қабылдауына жазылыңыз. Тіпті невропатолог маманмен де кеңес алудың артықтығы болмайды. Үшінші, жүріс-тұрыстың аздығы. Байқасаңыздар, күн ұзақ бір орында отыратын адамдардың қарны шамадан тыс өсіп кетеді. Бұндай жағдайда не істеу керек? Ішті қалпына келтіру үшін сізге 7-10 күн жетеді. Таңертең ұйқыдан тұра салысымен 1 стакан жылы су ішіп, 20 минут жаяу жүріңіз. Қарама-қарсы душ қабылдаңыз. Сосын ішке пресс жасап алып, 1 сағаттан соң таңғы асқа отырыңыз. Міне осы кеңесті үзбей, әрі уақытылы жүргізсеңіз, өзіңіз ойлаған сұлу мүсіннің иесі боласыз. Төртінші, дұрыс тамақтанбау. Егер сіз тамақтану мәзіріңіздегі ыстық шоколад пен май жағылған тоқашты алып тастасаңыз, бірінші проблемаңыз шешілді. Өйткені бұлай тамақтану ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Нәтижесінде ішіңіз үлкейіп, денсаулығыңыз нашарлайды. Дұрыс тамақтану дегеніміз майды, ақуыз бен көмірсуды дұрыс көлемде қабылдау. Егер сіз күш салып жұмыс істейтін болсаңыз, ақуызды азайтып, есесіне май мен көмірсуды көбейту керек. Сондықтан да денсаулығымыздың басты қаруы тамақ екенін ескерген жөн. Оның дұрыс, уақытылы әрі құнарлы болғанына да көңіл бөлу керек. Тамақтану мәзіріңізді май, ақуыз, көмірсу, жасұнық, дәрумендер мен минералды заттармен толықтырыңыз. Егер сізге дұрыс тамақтану кестесін құру қиындық тудырса, онда диетолог маманның көмегіне жүгініңіз. Бесінші себеп – жас қосу. Адам жыл сайын бір жас қосады. Тәніміз бен терімізде де өзгеріс болады. Адамның жасы ұлғайған сайын қалқанша бездің жұмысы нашарлайды. Эстрогеннің көлемі азаяды. Әсіресе қимыл қозғалысы көп әйелдердің қуаты кеміп, қарны шыға бастайды. Одан бөлек, климакс басталғанда да әйелдердің іші қатты өзгеріске ұшырайды. Бұл түсінікті жағдай. Тәбеті де өзгеріп, тәттіге құмарта бастайды. Бірақ ішті кетіру үшін диета ұстау, аштыққа отыру өте қате шешім. Бұл әдіспен керісінше саулығыңызды құртып аласыз. Нәтижесінде ұйқысыздық, теңселу, тері ауруларына шалдығуыңыз мүмкін. Алтыншы себеп – стресс. Көтеріңкі көңіл күй мен болашаққа деген сенімділік әдемі мүсіннің кепілі. Ал мазасыздық пен стресс іштің шығуына себепші болады екен. Мұндай жағдайда кейбіреулер салмақ тастағанымен іші сол қалпында қалады. Ал жағдай тұрақталған соң жоғалтқан салмағын
қайта жинап алады. Стресс кезінде адам ағзасындағы кортизол гормоны белсенді түрде бөлінеді. Нәтижесінде майдың бәрі қарын мен желкеге жиналады. 7-ші себеп ұйқының бұзылуы. Ұйқының қанбауы мен көп ұйықтау салмақтың артуына әрі іштің шығуына ықпал етеді. Дені сау адам 8 сағат ұйықтау керек. Егер сіз 10-12 сағат ұйықтайтын болсаңыз, онда іштегі жиналған маймен күресіп күніңіз өтеді. Ал 4-5 сағаттық ұйқы кортизолдың бөлігін жеделдетіп, стресске шалдықтырады. Сондықтан да ғалымдардың ең тиімді деп тапқан 8 сағаттық ұйқысын қанағат етіп, саулығыңызды сақтауға кеңес береміз. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.